Сәлеметсіздер ме? Қалайсыздар? Сіздерге бүгін ерекше бір наннан жасалған тағамның түрін көрсетейін деп отырмын. Бұрындары жасап жүрген, бірақ енді атын ұмытып қалып отырмын. Бұрын осы рецептісін алған болатын бір газеттен. Содан жасап көрген болатын. Әуелі бізге қажетті заттарды көрсетіп шығайын. Дүкеннің батоны және де керегі 6% сүтіміз, одан кейін барып тартылған сиыр еті, жуамыз және приправа, сосын кейін сыр болды. Осылармен қазір сіздерге жасап көрсететін боламын. Енді әуелі біз мына қолымызда тұрған осы нені тартылған сиыр етін қуырамыз пиязбен бірге. Міне газымызға қостық асын. Енді немізді сковородкамызды қойып, майымызды құятын боламыз. Бисмиллахиррахманиррахим, құйдым. Енді осыны қазір қыздырып болғаннан кейін тартылған етімізді салатын боламыз. Ал енді бисмилля деп етімізді, тартылған етімізді саламыз. Бірінші осы етті қуырып аламыз, артынан сосын пиязды салатын боламыз. Мен енді бір батонға арнап осылай алдым. Бұл жерде 200 грамм тартылған ет. Мені қайнаттым, кішкене пісіріп алдым, 5 минутта араластырып отырып. Енді қазір осыға жуасын саламыз. Тағы бір араластырып 5 минут қуыратын боламыз. Ал енді тұзын қосамыз, бисмилля деп. Бірақ енді мен көп қосқан жоқпын. Шамалы ғана қостым. Тағы тұзды тікте болып кетіп, жей алмай қалармыз деп. Сондықтан осылай азғантай қостым. Өздеріңіз дәміне қарай қосасыздар. Сонымен қатар қазір мен паприка қосатын болам. Бұдан да шай қасықтың кішкене ғана, осылай кішкене ғана дәмін кіргізу үшін осымен қуырып, қақпағын жауып, дайын болғанша қуырамыз. Енді бір 5 минутта пісетін шығар, өйткені бағаналы бір қайнады ғой, қуырылды ғой біразына. Енді ең бастысы жақсылап араластыру керек. Содан кейін барып қақпағын жауып 5 минут тағы да бұқтырамыз. Фаршымыз дайын болды, жаңа қуырып дайындап қойдым. Сосын газымыз духовканы қосып қойдым жарты сағатқа. Енді сол 10 минуттың ішінде біз мына батонды екіге бөліп, салатын салып пісіруіміз керек. Сондықтан әуелі батонды осылай кесіп аламыз, екіге бөліп. Міне осылай екіге бөліп алдық. Енді осының ішіне қазір біздер біреуіне жаңағы сүтпен араласқан нанды, біреуіне фарш қосатын боламыз. Ол үшін бізге ішіндегі нанды алып ыдысқа саламыз. Міне достар, осылай ішін ойып мынаған салдым ыдысқа, мынадан да жаңа кішкене алдым. Кішкене шұңқырлау болу керек. Енді мынаған осы 1 стакан сүтті қосамыз осыған. Бисмилля. Енді осыны қасықпен араластырып көреміз да, байқаймыз. Мына сүті бойына бірден сіңіріп алды. Демек, бұған тағы да сүт қосу керек деген сөз. Енді кішкене ғана сүт қосамын, көп қоспай. Қазір көрсететін болам. Сүттің қай жерде жоқ екен, болады екен. Мен сухой сияқты болып көрініп еді, ол құрғақ сияқты жоқ, барлығынан сүт бар екен. Енді осыны мына ыдысымызға салатын боламыз қайтадан. Бұл енді әжелерге арналғанда үлкен кісілер осыны жасап жесе өте дәмді болады. Жаңағы кейде тісіміз болмай қалады, сонда ерде осы жұмсақ нан болып піседі, дәмді болады.
бұл енді әжелер мен немересіне арналған нан деп есептейікші енді. Мына бұл енді үлкен кісілерге, яғни әжелерге. А мынаны қазір қуырылған фаршымызды әкеліп осыған салатын боламыз. Алып келдім фаршымды. Енді осыны бұл сіздердің немерелеріңізге арнап пісірсеңіздер болады. Енді көбісі айтады, немерелеріміз жаңағы тамақ жемейді, осында KFC болсын, я болмаса донер болсын, сондайларға құмартады деп айтып жатады ғой. Соған осылай әжесі өзіне бір батон, немересіне бір батон осылай жасап жесеңіздер өте дәмді болады. Қазір осының бәрін қосамыз. Негізі 200 грамм деп есептегем. Мүмкін 100 грамм да болатын шығар. Бірақ фаршты осылай саламыз. Қазір осыны духовкаға 20 минутқа қойып пісіретін боламыз тағы да. Сонда дәмді болып шығады. Енді осыған қазір сырымызды саламыз. Сырымыз қайда? Міне дайындап қойғам. Несінен ашып, енді осы сырды үстіне саламыз. Бұны немерелерің сүйсініп жейтін болады. Енді екеу, тағы біреуін қосып жіберейін. Сонда сыры еріп, әдем болып тұрады. Міне көрдіңіздер ғой, мынада сүтпен нан араласқан, мынада жаңағы тартылған етпен сыр екеуін қосып қазір пісіретін боламыз. Міне дайын тұрған нанымызды қазір духовкаға 20 минутқа қоямыз. Ал бісміллә деп. Міне достар, дайын болды. Жаңа немересіме, әжесіне арналған нан деп қояйын дедім. Енді мынау жаңаға әжелерге арналған нан. Енді хрустящий болып тұр. Дәмі осылай шыққанмын. Өте. Өзім сүйсініп жеймін негізі. Енді қазір мұнан басқа сыр алып қоссаңыздар болады. Мына сыр маған ұнамады. Қателесіп алып қойған ғой үйдегілер. Енді бұның арасын кесіп сіздерге көрсетейін деп жатырмын. Бұны не дейсіздер? Жаңа хачапури дейсіздер ме? Әлде пицца дейсіздер ме? Өздеріңіз білесіздер. Жаңа кетчубын, сосын бәрін қосып жесеңіздер болады. Амандықта, сау саламатта болыңыздар. Бәріңізге ас болсын.